Достар, бүгін біз есім жазылған браслетті үйренетін боламыз. Қажетті құралдарымыз қайшы, резина, тастар, әріптер, яғни әріптер болғанда именно есімін тер жазып аламыз. Бұл жерде әріптердің мына түрі, мысалға менде пластмасса түрі. Бұның ағаш түрі бар, әріптердің темір түрі бар, яғни алтын түстес, күміс түстес, әртүрлі қара, ақ, әртүрлі цветте балаларға арналған сонда неше түрлі түрі бар. Өздеріңіз таңдап ұнағанын аласыздар. Одан соң мынандай кішкентай моншақ сияқты темір фурнитура бұл. Кольцоның, бірақ бұл басқаша именно бусинкидің ортасына қойылатын түрі. Осындай. Енді бұл болмаса да болады. Мен басында негізі бұны таппаған бұл нәрсені, себебі көп жерлерде табыла бермейді. Болып жатса, осыны қоссаңыздар болады, әдемі болады. Содан соң мынандай рандали фурнитурасы. Яғни бұл 4 мм-лігі кішкентай размері, және кішкентай қалпақтар 6 мм-лік. Сосын рандалидің двойной деп не қылады, қалпағымен бірге қосылып тұрған түрі. Мәні мен көз мөлшермен бір 10-15 сантиметрдей қиып алдым. Енді мен көбіне артығымен қиып аламын, сол себепті сіздер де өздеріңізге ыңғайлы көріңіздер. Резинамыз тоз алдық. Енді әріптерімізді саламыз. Бірінші әріпімізді кіргіземіз. Содан соң мен мына фурнитураны осындай араластырып тоқ жасағым келіп жатыр. Әр әріптің арасына осындай қойған ұнайды. Енді әр кезде әрғылаймыз оған. Кейде басқа фурнитуралар қоямыз. Мысалға тіпті осы әріптердің ортасына, әр әріптің арасына немесе мынандай не қойсаңыздар да болады, рандаликтерші. Солай да, енді бұл кішкентай қызға жасалып жатқандықтан көбіне кішкентай балдардың бұйымын көз тартымды етіп, жаңағы жылтырағы көп қылып, цветтерін өте қанық, ашық, бір назар аудартатындай түстер қойған жақсы көремін. Енді бізде көз тимесін тастарын қолданады көп жағдайда кішкентайларға ше. Енді ол жақсы, бірақ көп кісілер оны негізі мысалы көзге, бірінші мысалы бұйымдағы көзге болсын, бұйымына болсын, балаға емес, бұйымға назар өтсін деп соны қойғанда, бірақ оны көп кісілер жаңағыдай көз моншақ қорғайды деген сеніммен қолданғаннан кейін мен көз моншақ қолданбаймын. Көз моншақ сұраған кісілерге де алдын ала солай ескертіп айтамын. Міне осылай. Сол себепті желательно осындай әдемі жылтырақ жаңағыдай фурнитураларды, көз тартатын фурнитураларды қосқан жақсы көремін. Ол жылтырап баладан бұрын жаңағы бұйымға өзін назар аудартатын. Содан соң екі тасты араластырып жасап жатырмын мен. Сондай. Енді көз моншақ тақсаңыздар да болады, өздеріңіздің сенімдеріңізге байланысты. Содан соң мына қалпақты кигіземін ашық жағынан, және фиолетовый деймін, күлгін. Сол кигізіп, қалпақты жабып кигіземін. Сосын тас. Енді келесі жағында тұр осылай. Браслет, мысалы сырға болсын, ободок болсын, негізі адамның өзінің талғамына сай әртүрлі жасай береді burada. Мынандай деген қатып қалған бір ереже жоқ. Бастысы бұл фурнитураларды әдемі ұйымдастырсаңыздар болды. Мысалға мынандай рандаликтерді қатарынан тез қойып тастасаңыздар да екеуін бірге қойған кішкене жағымсыз көрінеді.
араларына жаңағыдай тастар немесе әріптер қосып отырып қойған өте әдемі көрінеді. Одан кейін мысалға мына жерде қазір барлығы күміс түстес фурнитуралар, мүмкіндігінше жаңағыдай осындай фурнитураларыңызды бір түсте таңдаған жақсы. Күміс пен золотистімен, яғни серебристийді араластырса кішкене онша әдемі көрінбей қалады. Не ақ күміс түстегі фурнитуралар, немесе жаңағыдай золотистий алтын түстес фурнитуралар қолданған жақсы. Әдемі көрінеді, бір жағынан бұйымыңызды да бір жинақы көрсетіп, бір ерекшелеп тұрады. Ал енді араласып кетсе, бір не болады? Жағымсыздау, адамға да бір андай қысым энергиясы бар ғой, мынандай жүрегім қысылады деп айтамыз ғой, сол сияқты бір быжырлап көрінетін болады. Сол себепті осындай бір түстен таңдағандарыңыз жақсы. Мұны менде тоқыдым. Менің тоқып жатқан қыздың размеріне келеді. Қателеспесем. Қазір мына жағына бір тас қосқым келіп тұр. Кішкене томпақтау қозетін. Содан соң, мысалы, размерінен сәл бір размер дәу істесеңіздер де болады. Мысалы, бір моншақ артығымен қосыпшы. Себебі андайда жетпей қалса, мысалы, басқа қаладан тапсырыс берген кісілердікі несіне размеріне жетпей қалса, ренжитті, несі жібі көрініп тұрған депші. Ал егер артық болса, онда айта саласыз, сіз ана жібін шешіп бір тасын ала салыңыз деп. Сол кезде кішкене жақсы болады. Әйтпесе браслетте бізде размерін өлшегенмен де кей жағдайларда андай жағдайлар болады. Және қызы томпақ болады, не арық болады. Қанша размерімен сай қылып істеп бергеннің өзінде кемей қалып жатады. Сол үшін көз мөлшерге қарайсыздар, өлшейсіздер. Сосын бір тас, екі тас артығымен сала саласыздар. Ол қатты бір шығын әкелмейді сіздерге. Ертең тұтынушыларыңызға, алыстағы туысқандарыңызға жасаған кезде размер болмай қалса, өте жақсы амалда қолданбай, әшейін құр қалмайды еңбегіңіз жерде. Артық жүптерді қайтып тастадық. Мына біздің есім жазылған браслетіміз дайын. Сіздер осылай, тіпті басқаша, әркімнің фантазиясы әртүрлі, неше түрлі ерекшелеп тұрып жасауға болады.